Старым людям кому мы нужны? Уже увезли все. А это что такое-то, вообще не понять. Забыл, голова не соображает. Ну помогут, если что-то... Ну помогут. Мысықты құтқарып келе жатырсыз ба? Денег не хватит. Чиновники летают вот так вот на вертолете, на облете. Құрметті қазақ елі ұлыс медиа өңірлері бойынша сапарын одан әрі жалғастырады. Біз Атырау облысынан шығып, дәл қазір солтүстік Қазақстан облысына келіп жеттік. Есіл ауданы Покровка ауылы. Су тасқыны басталғанда ең бірінші эвакуацияланған ауыл осы. 200-ден астам адам эвакуацияланған. Біз одан әрі қарай мына тұрған көпірге барып, әрі қарай Сергеевка су қоймасының жағдайын білеміз. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында су тасқынына қарсы күрес қалай жүріп жатыр? Жергілікті тұрғындардың жағдайы қандай? Осы сұрақтар бойынша жауапты біздің репортаждан көріңіздер. Арнамызға жазылыңыздар, пікір қосыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Покровка көпіріне қазір келіп жеттік. Бұл көпір жабық, ана жерде полиция тұр. Яғни бұл мына судың көтерілуі неше метр деп отырсыз аға? Қазір? Мына жолдың үстінде уже міне 20 сантиметр тұр. 20 сантиметр. Біз қазір Есіл ауданының әкімімен жағдайды білу үшін сізбен сұхбаттасқалы тұрмыз. Бізде мынау Есіл осы арнасы ғой, Есіл река дейді ғой өзені. Соның бойында біздің аудан бойынша 18 ауыл тұр. 18 ауыл. Сол 18 ауылдың осы Есілдің суы тасығаннан кейін 5 ауыл суға осылай кетіп жатыр. Кетіп жатқанда оның бәрі емес, Жарғайын деген ауыл. Жарғайын деген ауылды қазір ол биікте тұр, үйлерге су келген жоқ, бірақ жан жағы 1,5 метр суменен жабылып қалды. Оны біз осы жердің жергілікті жердің кісілері болғаннан кейін үлкен кісілермен ақылдасып, сол кісілермен ақылдасып 41-ші жылы болды дейді осындай жағдай. Басқа да соны анализ жасай келе, ол кісілерді барып просить етіп, өткен жексенбі 7-сі күні, сәуірдің күні көшіріп, барлық 19 үй бар да 46 кісі тұратын. Сол кісілердің малымен, бәрімен көрші ауылға түсіріп, көшіріп үлгердік кешке. Түнді 1,5 метр су көтеріліп, бүкіл ел ортада қалды. Бірақ ол үйлер су барған жоқ, дөңде тұр. Бүгін осылай түнді басталды. Енді өзімнен ойым, ертең кешке дейін бұл бітеді, саябырланады. Саябырланады. Бірақ мынау ар жақта 3 аудан бар. Осы жолмен өтеді ғой Петропавлға. Сол ана жерден мынау су 1,5 шақырым осылай су тұр қазір асфальттың үстінде. Сондықтан ана жер мынау су нетіп жатқасын сол жерді біз кесіп тастадық. Өйткені арман қарай рушить етпесін деп. Егер бір жерді кессек, основной сол жермен өтеді, арман қарай полотноны сақтап қаламыз. Сонда ущерб та аз болады. Сондықтан сонда еттік, әр жағында пост бар, милиция мына жақта тұр, адамдарды өткізбейміз. Ал бірақ анау 3 аудан, мынандай обход не бар, тағы да трасса бар. Ол трассалар қазір разрушение етілген жоқ, бұзылған жоқ. Сол трассамен Сергеевка, Темиряз, Ғабит Мүсіреп аудандарына баралады. Мына сонда 1-2 күнде қалаға барады, е? Да, қалаға енді 1-2 күнде жетіп қалады. Қызылжар, Петропавлға. Петропавл, Қызылжар дейсіздер ма? Біз өзіміз енді Қызылжар дейміз, официально берген жоқ. Енді құлақтары үйрене берсін. Достар, біз Покровка ауылынан бері қарай шығып, мына көпірге келіп тұрмыз. Көріп тұрғандай, бұл көпірді кәдімгідей су шайып кеткен. Мына жерде полиция қызметкерлері жолды жауып тастап тұр. Дегенмен бұл ауылға көмектесем деген еріктілер келіп жатыр екен. Осы орта жолда Нұрсұлтан деген азаматты көріп, осы ауылға көмектесіп жатыр екен. Нұрсұлтан, қашан келдіңіздер, қандай көмек көрсетіп жатырсыздар? Біздер енді осы төтенше жағдай жариялағаннан бері Ақтөбе облысы, Қостанай облысында, жаңағы Батыс Қазақстан облысында, Атырау облысында бәр жақта біздің штабтарымыз бар. Біздер сол жерде болдық, Құлсарыда, Оралда бәрін өз көзімізбен көріп жүрдік. Енді осы жақта тез жариялағаннан кейін бүгін осы жаққа келдік. Гуманитарлық өзімізбен көмектерімізді алып келдік. Жаңағы қайықтарымыз болған, моторный қайықтар, соның бәрін тапсырдық. Тамақ жағынан, гигиеналық жағынан, санитарлық жағынан.
соның бәрін тапсырдық. Ауылдың жұмысын көрдік, қалай атқарылып жатқанын. Енді бір-екі көшені басқан екен. Қазір енді Қызылжар ауылына қарай кетіп бара жатыр дейді ағыс. Жақсы, ауылдары ұйымшыл, Покровканың адамдары, ЧС-ның адамдары, полиция бәрі осы жерде жұмыс істеп отыр. Мына жерде колледждің студенттері де жұмылдырылған, және де жаңағы қаладан әскер 50 адамды тағы да алып келіп әскерден осында қосқан екен. Осындай жұмыстар атқарып жатыр. Қазақстаннан осылай көмектесем, қол ұшын берем деген азаматтар бізге де көп хабарласып жатыр. Жалпы қазіргі халық осындай неге мұқтаж болып жатыр? Көмектесем деген адамдарға қандай кеңес бересіз? Қазіргі уақытта сборлар өте көп. Қаншама қорлар бар, үлкені де бар, кіші де бар, блогерлар бәрі ашып жатыр. Енді қолдарынан келгенше өздерінің жаңағы ақшалай болса ақшалай жіберсін, тамақтай болса тамақтай. Киім де жағына келетін болсақ, жаңа киімдер болған өте дұрыс екен. Жаңа солтүстікке тіпті жылы киімдер керек екен, суық екен. Жылы киімдер керек. Енді тамақ мына жақта қажет. Керек. Өйткені күніне біз жаңа асханада болдық, күніне 400 адам тамақтандырады. 3 уақыт ол өздеріңіз ойласаңыздар қаншама расход. Сондықтан қолдан келгенше қандай не жіберіледі, оны біз мынандай деп айта алмаймыз, бірақ бар мүмкіндігінше қайықтар келгені дұрыс сияқты. Бір қайықтың өзі 60 мың теңге дейді, иә? Бір қайықты біз 600 мыңға алып жатырмыз. 600 мың? Моторный қайықтар. На веслах 2 адамдықтар ол жаңағы 100 мың төңірегінде тұрады, 2 адамдық. Бұл жерде эвакуация жасаған кезде қайықпен кем дегенде 4-5 адам отыратын қайық болған дұрыс. Ондай қайықтар 270-250 мың шамасында тұрады. Біз қазір солтүстік Қазақстан облысында орналасқан Сергеевка су қоймасына келіп жеттік. Егер әншейінде бұл су қойманың көлемі 693 миллион текше метр болса, дәл қазір бұл көлем 1 миллиард 240 миллион текше метрге жеткен. Қарап отырсаңыздар, бұл су ағымы Есілдің бойы мына жағада орналасқан барлық ауылдарға барып құяды, яғни бүкіл осы жерлердің бәрінде орналасқан ауылдар қазір жайлап эвакуацияланып жатыр. Су қоймасында 35 жұмыс адам қызмет етеді екен. Дәл қазіргі уақытта су қойманың басшысы ешқандай қосымша техника, ешқандай қосымша бір жұмыс күші қажеті жоқ деп отыр. Тек қана мұна су ағымының әрі қарай осындай миллиардта текше метр көлемде ағуы әрине анау жақта орналасқан ауылдарға қауіп төндіріп жатыр. Дәл қазір менің қасымда тұрған осы су қойманың жетекшісі. Қазіргі жағдай қалай? Қаншалықты су көтеріліп жатыр? Қандай қауіпсіздік шаралары қолданып жатыр? Қазіргі жағдайда су қоймасы тұрақты, штатты режимде жұмыс істеп жатыр. Су қоймасының биылғы көтерілгені 4 метр 35-25 сантиметрге жетті. Бұл өткен жылмен қарағанда қаншаға? Өткен жылмен қарағанда 2 метр 25 сантиметрге артық. Ең көбі 17 жыл болған 3 метр 38 сантиметрге. Енді бұдан да көтерілу мүмкін бе жоғары? Бұдан да көтерілу қазір міне кешеден бастап осы су деңгейінің түскені байқалады. 15 сантиметрге түсу деңгейі түсіп жатыр. Яғни енді бұдан артық көтерілмей ма енді? Су әлі көтеріле ме? Қандай? Онда біз енді дәл қазір ондай прогноз жоқ, қанша. Міне пик осы өткен шығар деп ойлаймыз, 4-25-ке көтеріліп. Мінекей біз қазір Шалақын ауданы Сергеевка қаласына келдік. Мынау Сергеевка су қоймасы. Жалпы Facebook желісінде көпшілік қоғамда белгілі Бурахан Дақанов досымыз осы Сергеевкадан, Шалақын ауданынан енді жол түсіп келгеннен кейін Бураханды да бір-екі сұхбатқа тартқан едім. Бурахан, қалайсыздар? Аман есен, рахмет келгендеріңізге. Біздің мына Сергеевка су қоймасында Сергеевка осы линиямен орналасқандықтан келіп жатқан судың бәрі бірден осылай төменге қарай кетіп қалып жатыр. Сергеевка яғни мына су деңгейінен биік тұр. Сол себепті бізде Құдайға шүкір жаңағы су тасқынынан аманбыз. Бірақ мына төменге қарай
орналасқан, Есіл өзенінің жағалауында орналасқан ауылдарға өздеріңіз бағана көріп келдіңіздер, Покровка, Николаевка елді мекендері, оның ар жағындағы тағы да ауылдар. Өйткені бұл нәрсе маған да қатысы бар, себебі менің осы уақытқа дейін көшірген адамдарымның көбі сол ауылдарда тұрады. Николаевкада, Покровкада, жаңа жол, ары қарай бірлікте мысалы Қытайдан келген қандастарымыз, Иранда, Николаевкада Ираннан келген қандастарымыз тұрады. Қысқасы бәрімен бір жақты болса да хабардармыз. Енді көппен көрген ұлы той демекші, эвакуацияда бәрі бір кісідей қатысып жатыр. Көбі түсіністікпен қарап, жақсы қабылдап жатыр деп ойлаймын. Енді өздерінің жаңағы қауіпсіздіктері үшін ғой. Жалпы осы уақытта қазақтың басына не кетпеген, мың өліп, мың тірілген қазақпыз. Осындай бір үлкен табиғи апатта бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып ағайын, үкімет, халық деп бөлінбей, бәріміз бірігіп тізе қосып, осы апаттан аман алып шығуға жазсын ағайын. Бар болыңыздар, аман есен жүздескенше. Тәуекел, теріскей бізге аманат ағайын. Жақсы. Эвакуацияланған адамдар ма бәрі? Жоқ, бұл ер азамат, бұл студенттер. Студенттер, Бірге болады. И бабушка. Студенттер тоже, да? Ну как вы переживаете то, что происходит, или относитесь так по-философски? Нет? Но вы наблюдаете, видели на водохранении еще у вас же вода поднялась? Ну ладно. Никто не хочет интервью дать из вас? Вы сейчас учитесь или Учимся. онлайн? Нет, ходим. Хорошо. Что еще скажете? Не расстраивайтесь, живите дальше, все нормально будет. Ну ты видишь, что происходит на Западе? Вот мы с Атырау прилетели, там вообще люди без домов остались. Ну это видео в ТикТоке. Новости читаете, смотрите? Да. Что думаешь? Печально? Ну как думаешь, государство поможет? Нет. Не поможет? Денег не хватит. Не хватит, да? Слишком, да, большой ущерб? В каком факультете учишься? Повар? Повар? О, ничего себе. Готовишь? Да. Классно. А почему ты думаешь, что у нас денег не хватит? Я не знаю. Ну, сколько затопило домов? Много? Очень много. Деревень сколько затопило? Ең көп су алған Покровка ауылында тұрмыз. Дәл осы колледжге ең бірінші эвакуацияланған ауыл тұрғындары осы жерде тұрып жатыр. Қазіргі уақытта бұл ауылдан 200-ден астам адам эвакуацияланған. Бұл колледжде тұрғындар үш уақыт тамағын ішіп, жылы бөлмеде орналасқан. Алайда бұл тұрғындар әлі күнге дейін бірде-бір гуманитарлық көмекті алмаған, тек әкімшіліктің көмегімен осы жерге орналастырылып тұрып жатыр. Білмеймін, не болып жатқан қазір ішінде. Барақ десе бара алмай суда стоит. Бүгін бар көрейік десе су неткен, бара алмаймыз. Корова у нас, куры. Половина осталась, половина успел вывести на работу. Ну, бытовую технику и вещи немножко, и все. А как вот животных? Ну, животные увезли Казбаевы. Да, только куры остались там, и все. Кто остался? Куры. Куры остались? Ага. Но они на улице бегали, вот как? Не смогли их поймать. Вот мы услышали, что будут осуществлены выплаты. Поэтому на данный момент я не могу ответить на этот вопрос, потому что там, наверное, будет какая-то инструкция, как получить им выплаты, что-то, может, они будут писать заявление, какой там срок мы их должны выплатить. Ну, какая-то должна быть инструкция. Мы будем следовать этой инструкции, будем, естественно, выплачивать. Гуманитарную помощь получаете? Гуманитарную помощь, да, у нас же оказывали, получается... А кто их получает? Вот жители говорят? Нет, им... Вот приезжали к нам волонтеры, вот 4 человека из Астаны. Они предлагали, но я что-то их потом потеряла. Они говорили, мы бы хотим... Ну, я прямо... Нет, я не видела, просто сама лично, потому что я бегала с населением. Нет. Да, ну пока так.
Потому что у нас, смотрите, помощь как. У нас, допустим, вот крестьянское хозяйство Достык оказывает помощь. Он эвакуирует скот, естественно, кормит за свой счет. Мы, например, за корма, это все его. Это уже помощь. Они вот здесь живут, Их кормят, это все тоже как помощь. А если там детям нужен подгузник купить, это как? У нас есть предприниматели. Если вдруг они обратятся, что надо будет купить, то... Пока не обратились? Нет, никто не обращается. Там лекарства нужны будут пенсионерам. У Они же, нас наверное, здесь всё- есть медик, лекарства есть здесь. Каждый день вот им Ну, приходят. там детское питание, может быть, нужно дополнительное. Может Пока никто не обращался к нам по этому вопросу. А так, конечно, откажем. Это даже без разговора. Біз дәл қазір солтүстік Қазақстан облысы Богой Любовь деп айтылатын ауылда тұрмыз. Бұл жерде түнде мінекей су басып, 30-ға жуық үйді су шайып өткен. Дәл қазір мінекей мына үйлердің тұрғындары қазір қауіпсіз жерге эвакуацияланған. Жалпы бұл ауылда 2017 жылы су тасқыны болған екен. 2020 жылы бұл жерге бөгеттер жасалған, бірақ та су тасқыны бүгін түнде бөгетті асып өтіп, осылай ауылға осылай су құйылып отыр. Дәл қазір адамдардың барлығы кезек-кезекпен сондай бір ешқандай ажиотажсыз көшіп, қонып, бір-бірлеріне көмектесіп жатыр. Мына жерде Түркістан облысынан келген төтенше жағдайлар ведомствосының жігіттері жүр, көмектесіп, әкімдік бар, барлығы осы жерде қызу жұмыс жасап жатыр. Все, закрыли дом, да? Да, закрыли. Все, уезжаете? Последние вещи. Последние вещи забираете. Последние, да. А этот первый раз тогда уезжаете, да? Первый раз. А у вас есть домашние животные какие-то там? Уже увезли все. Все увезли, да? Да. И курей даже забрали. Когда люди вот сейчас не хотят ехать никуда. На насиженном месте, как они поедут? Не хотят, да? Каждый со свое гнездышко-то вьет всю жизнь. Ну, а И чё не молодые. Ну, просто люди как надеются, у нас же не каждый год такая ерунда-то бывала. Раньше были разливы, нормально. Вот у нас там был участок, вот в озеро зашла, все стоит. Все, потом уходит. А это что такое-то, я вообще не понять. Страшно, я не знаю. Тут 3 удостоверения, там 5 карточек и без денег. Это в рубашке висит на весь. Успели документы вытащить? Ну, сейчас я вытащу. А еще не вытащили? Да. Да я ходил за лекарствами, забыл, голова не соображает. Человек забыл Да я в удостоверение. попыхах лекарства забирал и забыл в рубашке удостоверение. 3-5 карточек. А что торопились? Говорят же, заранее предупреждали. Да предупреждали, и мешки таскали, там помогал. Людям помогали, да? Ну, конечно, я думал, еще успеем все. Мотоблок выгнали, а тут вода с проулка идет. Ну и быстрее собак забрали. Что могли, забрали. А лекарства на верстаке оставил. Вы еще за лекарствами пойдете, да? 3 удостоверения, 5 карточек. Саламатсыз ба? Қалай жұмыс жасап келе жатырсыздар? Бәрін қарап шықтыңыздар ма? Иә, қарап. Сіздер Түркістаннан келгенсіз ба? Түркістан облысынан келдік біз. Жұмыс жасап Түркістан облысы 55 адам шыққанбыз. 55 адам. Түркістан облысынан. Осы Қазір солтүстік Қазақстан облысынан ма? соның 14 адам осы жерде жұмыс істеп жатыр. Қалғандары барлық райондарда бөліп тастады. 14 адам, 15 адамнан бөліп тастады. Күні түні осы жұмыс жасап жатырсыздар. Қалай ана жақтардың? Қояқтың бәрі қазір ешқандай адамдар жоқ. Неше Үйдің метр ішінде. Бәрі су толаш үйдің ішінің бәріне. Мына ряқтың бәрінде су бар. Су бар, да? Осы жерге дейін. Қалған үйдің бәрінде адамдар жоқ, бәрінде су бар. Мына көше, мына 4-5 үйден, 2-3 үйден ары қарай тағы да су бар. Толып қалған су бар. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже эвакуированы? Да. Когда? Мы эвакуировали. Это мы уже сейчас, вот я зайду, вот он мой дом. Да? Вот так что нет, это самое, что, а у меня там вода. Стоит вода. Стоит. Ничего, ничего.
Ничего страшного? Ну, не то, что не страшно. Страшно, конечно, очень страшно. Но надо как-то себя держать в руках. Я так думаю. Вот он мой дом, вот он. Ну, помогут. Если что-то... Ну, помогут. Государство нас не оставит, мы в этом уверены. Не оставит нас государство просто так вот, на произвол судьбы. Құтқарушылар адамдарды эвакуациялап жатыр. Саламатсыздар ма? Мысықты құтқарып келе жатырсыз ба? Қазір су басқан үйлердің бәрін көріп шықтық. Қалай жағдай? Тексеру барлау жұмыстарын көрдік. Судың көп үйлерге су кірген. Кірген бе? Қанша үйге? Үйлерде адам жоқ. Қазір орта есеппен 7-8 үйге су кірген. Бірақ су көтеріліп жатыр, иә? Ана жақ? Су көтеріліп жатыр, иә. Су көтеріліп жатыр. Қалай ойлайсыз? Тағы да ары қарай су көтеріле бере ме? Көтерілуі мүмкін. Өйткені келіп жатқан су көп. Сондықтан су әбден мүмкін көтерілу. Сонда бөгетті асып өткен бе су? Оны біз білмейміз. Біз оны білмейміз. Біз құтқару қызметі осы аудандамыз. Үйлерде адам жоқ. Қанша күн боласыздар? Су кеткенше. Кеткенше бол, соны. Кеткенше. Ой, извините, ваш дом где? А вот там, где сильно потопило, да? Вы переживаете? Конечно, это ж дом. Это же надо заново строить потом надо, да, наверное? Он Камышитово, ему конец. Понимаете, эти дома, вот они кирпичом еще сделаны, как-то обложены. А там у нас Камышитово, и он просто оббитый фанерой. Зимой и тоху было холодно, топишь. А теперь все, оно зайдет, там стены, все промокнет и все. Были бы молодые, может быть, было. Старым людям, кому мы нужны, еще раз повторяю. Люди не должны оставаться без дома, без ничего. Ладно, мои хорошие, не надо. Извините, здесь жители мне говорят, вон, говорит, снимите вертолет. А я говорю, пусть он сюда вот спустится, вот здесь походит, с людьми поговорит, а это уже другой разговор. А вот этот облет на вертолете, ну, облет, конечно, тоже правильно, хорошо оценивать ситуацию, да, но мне кажется, все-таки нашим вот джигитам из правительства надо немножко на землю опускаться и вот с людьми разговаривать, вот так вот, походить надо, а это уже другой разговор. Ну, так это ремарка. Здесь вот волонтеры, больше 40 человек. Завтра еще приедет столько же. Так что район предоставит в качестве помощи волонтерской порядка 100 человек будет присутствовать здесь. Занимаемся наполнением мешкотары песком для создания вот барьеров противопаводковых. Кормят, вот подвозят фермера, все это самое. У нас сухпай, все с собой вот готовим, котел, все это самое. Все обдумано, продумано, все шаги, все.